Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін өздеріңізбен тағы да Орда подкаст жобасы. Бүгін өздеріңізбен бірге 18-ші ғасырдағы қазақ тарихындағы ең бір елеулі тұлғалардың бірі, қазақтың бас хандарының бірі Әбілқайыр Мұхаммед-Ғазы Баһадүр ханның жайында болмақ. Бүгін студиямыздың қонағы Нұртас Бірлікұлы, Қарағанды зерттеу университетінің PhD докторы, және Біржан Балтабайұлы, өздеріңізге аудан подкастында таныс физика пәнінің мұғалімі. Енді расында Әбілқайыр хан қазақ тарихындағы 18-ші ғасырдың басы болсын, кейінгі кез келген хандарымыз жайлы, билеріміз жайлы сөз қылушы адамның есіне түсетін ерекше тұлғаның бірі. Шыны керек, білесіздер, өзі 1713 жылы алғашқы қазақ тарихының сахнасына шығып кіші жүздің ханы болып сайланғаннан кейін ең бір үлкен бар қазақтың есіне түскен ең бір елеулі оқиғасы жаңағы 1726 жылы бастады болып сайланды ғой. Бұл Әбілқайыр ханның алғашқы қазақ халқының үлкен бір тарихи сахнаға шыққан сәтінен бастап, осы жайында өзіңіз осы бір кезеңдерінен бастап Әбілқайыр хан жайында алғашқы сөз Нұртас аға өзіңізге ұсынсақ, Әбілқайыр хан жайында ол кісінің тарихы, сол уақыттағы халықаралық жағдайларды, қазақ халқының сол сәттерінен бастап алғашқы сөзді бастасақ. Рахмет. 1726 жылы қазақ хандығының 300-нің өкілдері Ордабасы деген жерге бас қосады. Ордабасы қазір Түркістан өлкесіндегі Бадам өзенінің қасында үлкен төбе. Қазір барсаңыз сол Ордабасы тауын көресіз. Сол Ордабасыда 300-дің барлық хандары, сұлтандары, батырлары, билері, ақсақалдары, ел ағалары бас қосып, бір ауыздан кіші жүздің ханы Әбілқайыр Мұхаммед-Ғазы Баһадүр ханды бүкіл қазақ әскерінің бас қолбасшысы, бас сардар етіп сайлайды. Неге таңдау Әбілқайырға түсті десек, өйткені 1710 жылдан бастап 1726 жылға дейін 16 жыл бойы Әбілқайыр қазақтың мемлекеттілігін қорғап, қазақ халқын қорғап, қазақ әскерінің сол кездегі жауынгерлік қабілетін ұтымды пайдаланып, барлық майдандарда Әбілқайыр жеңіске жетіп отырған. Әбілқайырдың жеңіліп қалған жері жоқ соғыста. Тас талқан болып жеңіліп қалған жері жоқ. Өйткені Әбілқайыр туғаннан батыр болып туған. Өйткені аңыз бойынша Әбілқайырдың батырлығын таныған атақты Шақшақ Жәнібек екен. Шақшақ Жәнібекке танысқан кезде ол Әбілқайырдың батыр екендігін, ол яғни хан тұқымынан екендігін бірден таниды. Енді оның бірінші төрелігінен гөрі батырлығы басым болады. Сондықтан мынау 1710 жылдан бастап Әбілқайыр қолбасшы ретінде кіші жүз аймақтарындағы соғыстардың бәріне қатысады. Ол кезде кіші жүздің орналасу геосаяси территориясы өте қиын болған. Өйткені жайық казактар тұрған. Оның артында жайық казактарын қолдап тұрған Ресей империясы. Жалпы мынау 18-ші ғасырдың басынан бастап Ресей империя болды. 1721 жылдан бастап бір орыс патшалығы Ресей империя болып, Европадағы ең бір қаншелік, ең бір әскері көп, былай айтқан кезде құдіретті империяға айналып шыға келді. Сол Ресей империясы жайық казактарын қолдады. Оның үстіне жаңағы Еділ мен жайықтың арасында осы кезде Еділ қалмақтары өмір сүріп хандық құрып жатқан болатын. Еділ қалмақтарының ар жағында да оны Ресей қолдады. 1697 жылдан бастап сол кезде бірінші Петр Аюекке ханға Еділ қалмақтарына грамота береді. Ол грамотасында қалмақтар өзіне жақындатып, Ресейдің қамқорлығына алып, жаңағы қазақтарға қарсы айдап салады. Міне осындай қазақтарға өш, қазақтар жер бетін құртып жіберуді мақсат қылған екі жайық казактары мен Еділ қалмақтарына қарсы барлық соғыста Әбілқайыр жарқырап көрінеді. Және қарсыластардың барлығы Әбілқайыр басқарған әскерден қорыққан. Өйткені Әбілқайырдың айлакерлігі, соғыс тәсілі, жалпы қазақтар жауынгер халық қой. Қазақ жігіттері өте жауынгер, ұйымдасқан сол заман тұрғысынан алған кезде қарапайым қылыш, найза, садақпен қаруланса да қазақ әскерлері қаһарлы күш болған. Көршілер үшін өте қаһарлы күш болған. Онысынан бүйірден Жоңғар хандығы құрылды, білесіздер, Жоңғар хандығы. Ал Жоңғар хандығы бұл орталық Азиядағы көшпелілердің соңғы империясы. Ол да Қытай, Манжур, Цин өзінен 10 есе, 100 есе көп Манжур, Цин армиясына қарсы соғысып әбден жатыққан жоңғарлар қазақ үшін өте қауіпті еді. Башқұрттардың көтерілісіне қазақтар әскер жіберіп, хандары барып, үнемі көмектесіп отырған. Өйткені өзінің бауыр ретінде. Өздеріңізге білесіз ғой, мынау Қайып ханның, Тәуке хандардың Осман империясының сұлтандарына хат жазған, сонда айтады ғой, Мәскеу патшалығы біздің мұсылман естектерді басып алып жатыр, соларды қырып жатыр, біз оларды қорғау керек деп бірге аттанайық деп азамат соғысқа шақырады ғой. Міне сондықтан міне осы
башқұрт мәселесінде де Әбілқайыр сол башқұрт жақта болады. Кейін енді Ресейдің әртүрлі құйтырқы саясатынан кейде Әбілқайырдың башқұрттарды шапқан да болған. Өйткені екі халықтарды арасын от жағып отырды ғой. Міне сондықтан Әбілқайыр өте жауынгер хан болған. Ал 1723 жылы сол кездегі жоңғар қоңтайшысы Цеван Рабдан 70 000 әскермен 7 бағытпен Қазақ даласына басып кіреді. Бұл тарихта Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама деген ең бір қайғылы кезең болып аты қалды. Елімай өлеңі осы кезде туды. Қаратаудың басынан көш келеді, көшкен сайын бір тайлық бос келеді деп осында туған. Себебі 18 ғасырдың басында Қазақ хандығы орталық Азиядағы ең ірі мемлекет болды. Ташкент пен Түркістаннан бастап 32 қала сыр бойындағы қалалар Қазақ хандығына қараған. Бұл Ташкент, Түркістаннан бастап 32 қала Қазақ хандығының қалалары есептелген. Және бұл жерде әлі де сауда-саттық өркендеп жатқан болатын. Жоңғарлар осы кезде осы сауда-саттық дамыған қазақ өлкесін басып алды. Олар алдарына өмірлік мақсат қойды. Және мал жайылымына қазақтың жері оған керек еді. Міне осындай қаһарлы жаумен соғыста соғыстың ең үлкен шырқау қасіретті шегі 23 жыл болды. 23 жыл 70 000 әскермен жоңғарлар басып кірген кезде Шәкәрім Құдайбердіұлының айтуы бойынша қазақтың 5-тен 3-і оққа ұшқан дейді жаңағы. Өйткені жоң басып кірген кезде қазақтар жанталасып соғысты, бірақ тас-талқан болып жеңілді. Ал осы кезде Әбілқайырдың рөлі мында болды. Ол 20 000 әскермен жайықтың жағасында тұрып, еділ қалмақтарымен жайық қазақтарының қазаққа лап қоюынан тоқтатады. Жаңағы еділ қалмақ жайткені, еділ қалмақтары мен жайық қазақтары мен жоңғарлардың арасында келісім болуы мүмкін дейді. Келісім болған. Жаңағы жоңғарлар шығыстан кіргенде, еділ қалмақтары батыстан кіреді. Өйткені екі бағытқа. Иә. Одан кейін жаңағы еділ қалмақтар шығыста жоңғарлар шығыстағы, солтүстік Қазақстан арқылы еділ қалмақтармен байланыс жатқан. Айтқан кезде Сақина Қазақ даласын қоршап тұрған. Өйткені еділ қалмақтардың саны сол маңайда 300 000-ға жуық дейді. 300 000 дегеніміз ол аттан десе 50-60 000 әскер шығаратын үлкен мемлекет. Мен сондықтан осы еділ қалмақтарының шабуылын 1723 жылы Әбілқайыр тоқтатады. Әбілқайыр. Оларды жайықтан бері аттамастай қылады. Және 1723 жылы тарихи деректерде былай жазылған. Жаңағы Айөке ханның елшілігі, еділ қалмақтарының елшілігі Темір өзенінің бойында 15-20 000 әскермен келе жатқан Әбілқайырмен жолығады. Сонда Әбілқайыр былай деп айтады: мен Әбілқайыр 40 000 әскермен сіздерге келе жатырмын соғысуға деп, оларға өте үрлендіріп қояды. Мен сондықтан еділ қалмақтары мен жайық қазақтарының мәселесін шешкен Әбілқайыр бірден әскерін оңтүстік бағытқа бұрып, жолында кездескен жоңғарлардың бәрін бұзып жарып, 1724 жылы Қазақ ханының астанасы Түркістанды алады. Түркістанды қайтарып алады. Шабуылмен Түркістан қаласын қайтарып алады. Әрине, бір жылдан кейін Әбілқайыр ол жерден кетеді. Осының барлығы Әбілқайырдың 18 ғасырдың бірінші ширегі мен бірінші жартысындағы Қазақ хандығындағы ең талантты әскербасы және халықтың психологиясын, халықтың жан дүниесін түсінетін дана елбасы ретінде және ірі масштабтағы армиялық соғыс дейді, жаңағы әртүрлі бытырап жүрген қазақ хандығының әскерлерін біріктіріп және стратегиялық дәрежедегі ірі соғыс майданын ұйымдастырып және жеңіп шығатын стратег қолбасшы ретінде Әбілқайырдың аты шықты. Сол кезде, мысалы үшін, Әбілқайырмен заманда Сәмеке хан, Болат хан, Әбілмәмбет хан, Күшік хан, Жолбарыс хан, Барақ сұлтандар Әбілқайырмен тең дәрежеде тұрған жоқ. Өйткені бұлардың ішінде нағыз қолбасшы батыр Әбілқайыр еді. Және бұлардың бір артықшылығы Әбілқайырдың мында болды. Сол кездегі Табын Бөкенбай, Тама Есет, Таймас, немесе Шақшақ Жәнібектер сияқты батырлардың барлығы Әбілқайырдың маңайына топтасты. Бұл батырлар соңынан 10-15 000 әскер ертіп жүретін, жеке дара майданды басқаратын қолбасшылар еді жаңа. Әрі аталған батырлардың барлығы. Осының барлығы Әбілқайырды қолдады. Сондықтан жаңа 1726 жылы Ордабасыда өткен 300-дің құрылтайында Әбілқайыр бір ауыздан бүкіл қазақ әскерінің бас қолбасшысы сайланды. Сол кезде Левшин жазады жаңағы Шоқан Уәлихан Левшинді қазақ тарихының Геродот деді ғой енді. Левшинді бұлай айтқан кезде
әртүрлі ауыз деректі әдебиеттеріне жинаған. Левшин былай деп жазады: қазақтардың барлығы боз биені сойып, қан бармақтарын қанға матырып, ант берді дейді. Бірін сатып кетпеуге, біріншін бірі өлетін жөнінде енді айтқан кезде ант қабылдау, антты бұзбайды. Одан кейін Әбілқайырды ақ қозатқа мінгізіп, бас қолбасшыға сайлады дейді. Ақ қозатқа мінгізіп. Міне Әбілқайырдың басшылығымен 1727 жылдан бастап ірі соғыс майдандарында қазақтар жеңіске жете бастады. Мынау Ұлытауда Бұланты Біреуті деген өзен бар. 2015 жыл қазақ хандығының 550 жылдық тойланған кезде сол жерге ескерткіш қойылды. Сол Бұланты Біреуті тұсында Әбілқайырдың 25 мыңдық әскері жоңғарлардың экспедициялық корпусы дейді, ірі әскери құрамын соғысып, қоршап, толық жойып жіберді. Сөйтіп одан кейін Мұғалжар дейді жаңағы. Ақтөбенің солтүстігінің Мұғалжар таулы аймақтарындағы барлығын сол жерде жоңғарлар талқандап, қалмақтар талқандап, сақинаны бұзды дейді жаңағы. Қазақ даласын қоршап тұрған еділ қалмақтары мен жоңғарлардың сақинасын бұзып, бұл жердің бәрін қауіпсіз етті дейді. Міне қазақ жеріне, Ұлытау жеріне дейін кіретін болса, жартысына жуық жерін жаулап алған жоңғарлар, жаулап алған. Міне сондықтан осы жеңістерден кейін қазақтар бірінен соң бір жеңіске жете бастаған. Мысалы үшін 1728 жылы Қорғалжын жақта, Шұбар теңізі жақта Шақшақ Жәнібек жоңғардың ірі әскери құрамасын талқандап жеңіске жеткен. Осының барлығы, осы жеңістердің барлығында Әбілқайыр тұтас қазақ майданын құрды. Барлық қазақ әскерлерін бір қолдың астына біріктіріп, бас қолбасшы Әбілқайыр 1729-30 жылдары жоңғарлармен шешуші шайқас Аңырақай шайқасы болды. Аңырақай дегеніміз қазіргі Талдықорған облысы дейміз ғой, мысалы үшін Жетісу облысы, Жетісу жақта, жаңағы Балқаш көлінің оңтүстігіне қарай 120 шақырым жерде Итішпес деген көл бар дейді, сол жерде Аңырақай даласы бар. Аңырақай даласында бұл жерде Аңырақай даласында жоңғарларды алып келуді, сол жерге тартуды бұл Әбілқайырдың ерекше бір қасиеті. Жоңғарларды жаңағы сусыз аймаққа алып келген. Бұл қазақ әскері үшін ең бір қажетті аймаққа тарту. Жаңағы жоңғарларды жаңағы соғыс майдана тартып, жаңағы олар үшін қолайсыз аймақ орналастыру да бұл Әбілқайырдың соғыс шеберлігін, жер жағдайын жақсы білгенін көрсетеді. Енді жалпы біз сонау ғұндардан, сақтардың заманынан бастап біздің ата-бабаларымыз жауынгер халық қой жалпы. Міне сол жауынгер халықтың барлық соғыс тәсілі Әбілқайыр қолданған. Қазақтың қазақ болғанға дейінгі соғысу тәсілдерінің барлығын Әбілқайыр осы жоңғарларға қолданған кезде жарқырап көрсеткен. Оның қасында жаңа айттым ғой, Қаракерей, Қабанбайлар да қосылды Аңырақайда. Қанжығалы, Бөгенбай батыр, Шақшақ, Жәнібек батыр, Тама, Есет батырлар, жаңа сол кездегі Сатай, Бөлек, бүкіл қазақтың батырларының барлығы басын қосқан кезде бұл батырлар жаңа жоңғарды қалай жеңу мәселесін күн тәртібіне қойған. Өйткені Аңырақайда жеңілсек, ары қарай біздің ел ретінде, мемлекет ретінде жойылып кету қаупіміз бар. Өйткені барлық қазақтың жігіттерінің барлығы соғыс майданында қырылып кетсе, ел ессіз қалады ғой. Қазақ үшін, жоңғар үшін шешу шайқас. Жалпы орта ғасырларда біз тарихын зерттеген кезде мынаны байқаймын. Мына соғысатын жерге әскерді, ондаған мың әскерді шығынсыз апарудың өзі жарты жеңіс екен. Өйткені жолда ауру тарап кетуі мүмкін, әскердің арасында азық түлік мәселесі пайда болуы мүмкін. Осыны соғысатын жерге әскерді апару, ол да жарты жеңіс екен. Сонда жаңағы осы Аңырақай шайқасының қақпанына Әбілқайыр жоңғарлар түсірген. Аңырақай шайқасында үлкен шайқас болған кезде бұл жерге қазақтар 40-45 мың әскер апарған. Бұл қару ұстайтын барлық қазақтың негізгі сарбаздары. Осы әскермен бұлар жоңғарларды тас-талқан қылып жеңеді. Әрине Аңырақай шайқасы бұл қазақ жоңғар соғысындағы негізгі шешу шайқас. Бұдан кейін біздің ел болатынымыз, мемлекет болып өмір сүретініміз, ары қарай біз дамитынымыз, орталық Азияда қазақ мемлекеттілігінің тағдыры Аңырақайда шешілді. Міне Аңырақайда бізге бас жеңісті сол кезде қазақ әскерінің бас қолбасшысы, күш жүздің ханы Әбілқайыр Мұхаммед Қазы Баһадүр хан әкелді. Сондықтан біз Әбілқайырдың рөлін ешқашан да ешқай жерде төмендетпеуіміз керек. Әбілқайыр бұл қолбасшы батыр, бұл ірі стратег, және бұл саясаткер. Енді саясатта түзу жолмен жүру мүмкін емес. Кейде қадамдарыңыз шалыс болады. Түп-түзу жүріп келе жатқан қадамыңыз. Міне Әбілқайырдың жаңағы кейін Ресейге
біз қазір Әбілқайырды кейде тарихта жек көрінішпен қарайды. Ол да жасырын емес. Егер Әбілқайыр болмаса, біз Ресейдің боданына, Ресей империясының боданына кірмес едік деген сияқты сөздерді естіп өтеміз. Ол кезде мәселе былай болған екен. Жаңағы еділ қалмақтары, жайық қазақтары Ресейдің қолдауына ие болған. Жаңағы кіші жүздің бір күнде бос болмаған үнемі соғыс жанжал. Осы кезде Әбілқайыр өзіне қамқоршы іздейді. Ол қалай болды? Ол былай болған екен. Жаңа Аңырақа шайқасынан кейін Болат хан қайтыс болады дейді. Болат хан орта жүздің ханы ғой сол кездегі. Үш жүздің ханы, аға хан. Өйткені Әбілқайырда бәрібір сол кезде кіші хандар болып есептеледі. Өйткені қазақтың аға хандарына Керей, Жәнібек, Бұрындық, Қасым, Хақназар деп келеді ғой. Ол енді бас хандар ғой. Бас хандар, Хақназар, одан кейін мысалы үшін Шығай хан, Тәуекел хан, Есім хан, Есім хан, одан кейін жаңағы Жәңгір хан, Жәңгірдің Тәуке хан. Бұлар бас хандар. Бұлардың барлығы енді бүкіл қазақ хандықтарының басын біріктіріп, бір мемлекет құрып жатқан бас хан. Тәуке өлгеннен кейін бізде 300-ге билік жүргізетін хандар болмай қалады. Неге? Өйткені шығыстан жоңғардың шапқыншылығы, жайық орыс қазақтардың шапқыншылығы, башқұрт ағайындардың да кейбір қазаққа тыныштық бермейтін кездері болды. Еділ қалмақтарының мен соғыс, одан кейін Хиуа, Бұхара жақта олар да тынышсыз. Осындай жағдай қазақтарға 3 аймақта әскери саяси хандық құруға мәжбүрледі. Кіші жүздің қазақтары Әбілқайырды сайлап, әскерімен Әбілқайыр жаңағы еділ қалмақтарын, жайық қазақтарын, түркмендерді, хиуалардың ұстап тұрды, қорғады. Орта жүзде сондай болды жаңағы. Орта жүзде жоңғар хандығымен тікелей соғыс. Ол жүзде солай. Сондықтан қазақтарды амалсыз 3 жаққа, 4-5 жаққа бөлініп, өздерін өзі сақтап отыру керек болды. Енді осыған бас хан керек. Болат хан, шын айтқанда, бұл формальды түрде қазақтың бас хан еді. Өйткені Болат Тәукенің баласы ғой. Тәукенің баласы. Тақтың мұрагері. Бұлардың барлығы Жәнібек, Жәнібек бар ғой қазақтың алғаш. Соның Жәдік деген 4-ші жылдан тараған әулет еді. Қасымнан кейін, Бұрындықтан кейін тек қана қазақ хандығына Шығайдан бастап тек қана Жәнібектің Жәдік әулетінен тараған хандар келді. Жаңа Тоғым, айтамыз ғой, Тоғым хан, Шығай хан деп, Тәуекел, Есім, бұлардың бәрі Жәдіктің ұрпақтары еді. Сол, ал енді Тәукенің тағы да бір ол Сәмеке хан жүрді. Болаттың інісі. Әбілмәмбет Болаттың баласы. Тәукенің немересі. Барақ хан да атақты, Барақ сұлтан, Әбілқайыр өлтіретін Барақ сұлтан да, ол да жаңа Жәдіктің тұқымы еді. Жаңа Ташкентте өлген Тұрсын хан деген болған, басқа Тұрсын бұл. 18-ші ғасырдың басы, соның баласы. Қырғызстан Барақ дейді жаңа Барақта. Бұлардың барлығы жаңағы Жәдіктен тараған әулет еді. Ал Әбілқайыр Әбілқайырды тарих сахнасына оның заманы шығарды. Кейде бір қым қиғаш заман, ауыр заман тарих сахнасына бұрын белгісіз болып келген батырларды шығарады. Шыңғыс хан. Шыңғыс ханда да мысалы үшін жас кезінде жетімдік көріп, жоқшылық көрген кейін қаһарман Шыңғыс хан тарих сахнасына шығып бәрін бағындырды. Қиын заман ұлы тұлғалар туғызады екен. Міне қиын заман Әбілқайыр туғызды. Әбілқайыр жаңағы Жәнібек ханның 9-шы ұлы Өсеке деген болады, Өсеке сұлтан. Өсекенің әулеті. Өсекеден Қоянышы Бөлекей, содан жаңағы аталары, Әбілқайырдың атасы, әкесі Қажы. Бұлар ешқашанда ірі сұлтан болмаған. Ешқашанда бұлардың әулеті ақ киізге хан көтерілмеген. Тіпті бір халық, бір белгілі бір сұлтан ұлысы да болмаған адамдар. Сондықтан бұл Әбілқайырды жаңағы Жәдіктен тараған хандар қазақша айтқан кезде бұның әулетінде хан болған жоқ деп менсінбей қарады. Оның жеке басында, батырлығында, оның қолбасшылық қасиетінде, және Әбілқайырдың әскерінің көптігіне, батырлар Әбілқайырға тірек болып жүрген шамасы оны олар есептеген жоқ. Олар тек қана Әбілқайырдың сондай кіші атадан тарағандығын, аталарының хан болмағандығын бетіне басып, Әбілқайырды олар өзінде төмен санады. Сондықтан жаңағы Болат хан өлгеннен кейін 300-дің билері, барлық батырлары, хандары, ол хан сайлаған кезде түгел қатысады. Қару ұстайтын барлық еркектер, жаңағы ірі билер, батырлар бәрі
хан сайлайды, ханды бір келіседі ғой. Сол кезде билер Әбілқайырдың сол Жәнібек ханның кенже ұрпағынан тарағандығын, аталары хан болмағандығын, ешқашан хандық билікке жоламағандығын бетіне басып Әбілқайырды хан сайлаған жоқ. Ол енді Аңырақай шайқасынан кейін болған оқиға 1730 жылдары. Мысалы жаңағы Аңырақай шайқасында жаңа өзіңіз айтқандай 40-45 мың әскермен 80 мыңға жуық жаңағы жоңғарларда сол 40-45 мың шамасында болған. Бүкіл шешуші шайқаста жаңағы бірнеше жалған шегіну, түнгі шабуыл түрлі бүкіл бар қайран қолданып жеңгеніне қарамастан бұл біздің бұл еңбегін бағаламау. Жаңағы бұл жеке Әбілқайырға сол жаңағы аталар хан болмады деп сөйтіп сондай бір менсінбеушілікпен қарады. Екіншіден жаңағы сәмекелердің, барақтың олардың амбициясы өте жоғары болды. Нәтижесінде билер де осыдан шыға алмай Әбілқайырды ұлы хан сайлаған жоқ. Хандық таққа Болаттың ұлы Әз Тәукенің немересі Әбілмәмбет хан сайлап жіберді. Міне осыдан бастап Әбілқайыр Майдан даласынан кетіп қалды, және Сәмеке де ренжіп Майдан даласынан кетіп қалды. Сәмекенің де, өйткені ол Әз Тәукенің ұлы ғой, ол да орта жүздің ханы. Ол да кетіп қалды. Нәтижесінде Аңырақ шайқасынан кейін Жоңғарияға шабуыл тоқтатылды деп есептейді. Қазақ халқы сол кезде түпкілікті түрде жаңағы Жоңғар империясын толық жоюдың мүмкіндігін жіберіп алды. Өйткені ар жағынан Манжур Цин империясы да жоңғарларға шабуыл жасап жатқан еді. Сол екі майданда Жоңғар империясын толық жойып жатқан еді ғой. Талқандап, мүмкін оны жойып жібермесек те бас көтере алмайтындай екінші, үшінші дәрежелі мемлекет дәрежесін түсіріп тастауға толық мүмкіндігі болған. Жаңағы жерде Аңырақай шайқасында екі есе деп айтылады, көп тарихи деректерде, екі есе әскермен. Осы кезде біздің қазақ халқы енді қорғанушы халық болып тұр ғой. Қорғанушы. Басып алушы емес. Сол кезде Әбілқайырдың стратегтігі жеңіске әкелді ме екен, әлде халықтың еріксіз шегінуге жері жоқ жанкештілігінің арқасында жеңіске? Сіздің ойыңызша тарихшы ретінде осы дерекке сіз қалай баға берер едіңіз? Шынымен халықта шегінетін жері жоқ болғаннан кейін жанкештілікпен соғысты ма, әлде шынымен де Әбілқайырдың жаңағы түнгі шабуылдары, артқа жалған шегінуі, тұтқиылдан шабуылдау деген сияқты әртүрлі әскери тактикаларды қолданғанның арқасында жеңіске? Негізі қайсысы басым болды? Бұл жерде негізі тарихты тұлғалар жасайды. Бір ғана адам бүкіл өмірді өзгертіп жібере алады тарихты. Бұл жерде ол халықтың жанкештілігі, шегінерге жер жоқ, басар тау жоқ екені белгілі, бірақ өзі кейде ондай халықтар біржоты қырылып кетеді. Жапа-тармағай шабуылға шығып. Ал бұл жерде халықты негізі орта ғасырлық соғыстарда ең басты мәселе әскерді қырып алмау. Өйткені бұлай орта ғасырда мынау ол қоян-қолтық шайқас қой. Қоян-қолтық шайқас араласқан кезде шығын өте көп болады. Өйткені жеңілген жақты түгелдей қырып жібереді. Ал жеңген жақты да тең жартысы қырылып, немесе бір 10% болсын қырылып кетеді. Сондықтан бұл жерде қолбасшылардың тактикасы әскерді қырып алмау. Ақылмен, оймен ақылдасып отырып, әр батырдың, әр қолбасшының, өйткені 1000 басылары бар, 100 басылары бар, түмен басылары бар. Одан кейін мысалы үшін әрбір хан жеке құраманы басқарып келеді. Сәмеке ханның өз әскері бар, Болаттың өз әскері бар, Әбілқайырдың өз әскері бар. Хандарға да бағынбайтын жеке дара батырлардың әскері болады. Осылардың барлығын басын қосып, Әбілқайыр стратег қолбасы ретінде ол өте қатты ақылдасып, ойланып, жауды жеңудің мәселесін шешкен. Бұл жерде Әбілқайырдың жеке басының соғыс майданын, соғыс ұрыс барысын басқара алу қабілетінен байланысты. Әбілқайырдың жеке өзіне байланысты. Өйткені ол батырлық, ол халықтың бойында халық өзі батыр болады. Өзі ол кездегі қазақ ашынған қазақ. Өйткені барлығының жоңғардың қылышына туралып кетпеген семе болмаған айтқан кезде. Сонда ашынған халықтың ашу ызасын, жаңа біздің мыңдаған жылдар бойы соғыс тәжірибесі бар көшпелілердің соғыс тәжірибесін дұрыстап қолдана білуі, әскерді қырып алмауы, түпкілікті жеңіске жетуді, және жауды шегіндіріп жойып жіберудің барлығыны қолбасшының әрекетіне байланысты. Сонда бұл жерде
Әбілқайырдың шешуші еңбегі, оның ақыл ойы, оның әскерді басқара білуі, батырлармен кеңесе алуы, және басқа да хандардың құраманы басқарған батырлардың Әбілқайырды тыңдай білуі, бір бұйрыққа бағынуы. Міне осы мәселе. Әйтпесе, ондай жанкештілік соғысқа келе бермейді. Мысалы үшін, екінші дүниежүзілік соғыста американ линкорларына, кемелеріне шабуыл жасаған кезде жапондар жаңағы самурайларды жанкештілігі дайындады ғой. Жаңағы самурайларға, камикадзе жасайтын самурайларға император өзі бата берген былай айтқан кезде. Бірақ соның өзінде де жанкештілікпен 17-18 жасар ұшқыштардың барлығы түгелі камикадзе жасауға ұмтылғанымен Жапония бәрібір соғыста жеңіліп қалды. Тынық мұхит шайқасында түпкілік дәрежеде американ жеңіліп қалды. Сонда жанкештілік дегенді екі түрлі қарау керек. Жаңағы оның артында жанкештілік халықтың әскердің күш қуатын дұрыс бағытта пайдалана білу Әбілқайыр сияқты қолбасшыға байланысты екен. Қолбасшының ақыл ой. Өйткені мысалы біз адамға бір елді басқаруға береміз ғой. Ол адам кейде елді дұрыс басқара болуы мүмкін. Жаңа адамның білімі, қабілеті барлығы адамның билік басына, қолына билік берген кезде көрінеді. Сол уақытқа, сол кезеңге керекті қазақ үшін ең бір маңызды тұлға болып тұр ғой, қазақ тарихындағы. Енді мысалы Анархай шайқасы үлкен қазақтың үлкен жеңіске әкелгеннен кейінгі жағдаятта мысалы қаншалықты басқа хандардың тарапынан дұрыс 20 мың әскері бар, былай айтқанда 40 мың жартысы ғой Әбілқайыр ханның әскері. Осы тұрғыда бүкіл халықаралық жағдайларды ескере отырып, немесе жаппай халықтың басқа билердің мүмкіндігі болмаған Әбілқайырды бастадыруға, немесе басқан қылуға, немесе Әбілқайырдың әскермен түрде билікті тартып алуы деген сияқты. Ондай дәстүр жоқ қой. Бізде хан елді басқарғанымен хан барлық мәселелерді ірі ақсақалдармен, ірі билермен кеңесе отырып шешеді. Біздің қазақ қоғамы былай, рудың басында би тұрады, ірі руды басқаратын билер негізгі шешуші рөлді солар атқарады. Хан тек қана басқарады. Ханның билігінің күшті болуы ру басыларымен, батырлармен тіл табыса білуінде. Жаңағы рудың ірі құрамаларды басқарып жүрген батырлармен хан жақсы тіл табыса, солардың арман мақсатын, солардың ой өрісін, халықтың тілегін қамтамасыз етсе, ханның билігі күшті болады. Мынау өзі 1731 жылы Әбілқайыр хан Ресейдің бодандығын қабылдаймыз деген кезде оған тевкеліп деген келеді ғой, тевкеліп келеді. Сол тевкеліп кетеді. Біз хан өз атымызды өзіміз ерттеп мінеміз деген сияқты. Жалпы қазақ қоғамында қаншалықты дәрежеде шектеулі екені. Шектеулі. Ру басылары негізгі рөлді, ру ақсақалдары, батырлары солар шешеді көп нәрсе. Хан солармен кеңеседі. Жаңағы Әбілқайырды шығарған 18 ғасырда қым-қиғаш өте ауыр аласапыран дәуірі Әбілқайыр сияқты батырларды тарих сахнасына шықты. Шығарды. Ол кезде хан билігінен гөрі батырлардың абыройы жоғары болды. Жалпы би мен батырдың абыройы жоғары болды 18 ғасырда. 18 ғасыр өте бір қиын кезең тарихта. Енді біздің үлкен бір жойып кетуіміздің алдындағы оқиғалардың орын алған кезең ғой. Қандай бір жамыс осыған алып қосар ойыңыз енді? Жаңа батырлардың несі қазіргі заманның салыстырсақ не бір ғалымдары сияқты ғой сол заманда. Қазіргі ғалымдар бір технологиямен басқа да бір заттармен халыққа пайдасын тигізіп жатса, ол заманда батырдың сол елді қорғап қалатын қасиетімен ғана сол. Енді сол кездегі халыққа сол қажет болған. Дүние, батыр мен би қажет болды 18 ғасырда. Бірақ енді біз қатты осы тарихты оқымадық, бірақ негізінде тарихты оқыған сайын ылғи да ханның ұрпағы деген тақырыпқа келіп тірелеміз, немесе рулық талас тартысқа келіп тірелеміз. Енді мүмкін бұл сұрағымды дұрыс түсінерсіз, бірақ та қазіргі заманда мысалға бізде айтатын болсақ, президенттік сайлау емес, қазір диктатура болады десек, кез келген халық қарсы болады оған. Диктатураға кез келген халық қарсы болады. Бірақ сол заманда сондай бір ақылға ие болған, сондай батырлыққа ие болған, сондай билерге бағынған адамдар неге осы билік талас тартысқа келген кезде бір бидің біріне бірі жаңағы руға бөліну, жүзге бөліну сол замандарда неліктен қатты белең алған? Енді мүмкін біз білмейтін бір саяси дәстүрлер болды ма екен, жағдайлар болды ма екен? Билік жүйесінің дәстүрі бар жаңа. Басын айтты ғой. Қысқа ғана қоса салсам, мысалы, менің сол кезде көзқарасым бойынша бүкіл батыр жағынан, стратегия жағынан
бүкіл хандардың, батырлардың, халықтың қолдауы үшін Әбілқайыр әлдеқайда алда. Тіпті Аңырақай шайқасында ең басты осы Әбілқайыр хан айтады, басқа Сәмеке хандардың немесе жаңағы Болат хан, Әбілмәмбет хандардың үлкен бір шешуші рөлі Аңырақай шайқасында оның алдында соғыста үлкен деңгейде айтыла қоймайды мысалы. Айтыла қоймайды, иә. Мысалы егер сол кезде Әбілқайыр хан бас хан болып кетсе, біздің қазақ халқының үлкен бір бірігуін, қуатты мемлекет болуын, әскер күшінің бірігуін әлдеқайда мүмкін арттыратын еді ғой. Бұл бір қазақ халқын жоғалтуға үлкен аянышты мүмкіншілік емес па негізі? Иә, ол тарихи оқиғаларды болжап болуға болмайды. Енді қалай болды, сол тарихи оқиға сол арнамен кетеді. Егер Әбілқайыр басқан болса, ол жаңағы Сәмекенің, Барақтың амбициясын басар еді. Әрине Әбілқайыр бұл қазақтың билері мен батырларымен тіл табысар еді. Өйткені би мен батыр әрқашанда халықтың қамын ойлайды. Жаңағы неге хандар көбейіп кетті? Мысалы үшін оған дейін, мысалы үшін Тәуке хан біреу, оның алдында мысалы үшін Есім хан, Тәуекел хан деген сияқты. Бұл жерде хан көбейіп кеткен себебі 18 ғасырда қазақ даласына жан жақтан жаулар анталап кеткен кезде қазақтар бір орталыққа келіп, мысалы үшін әскер жоқ қой бізде әскер халық. Руды әскер жинайды мысалы үшін. Мысалы үшін Абылайға бас тірек болған Атығай қарауыл болды. Атығай қарауылда 20 мыңдай шаңырақ болған екен. Сонда олар 20 мың әскер, Атығай қарауылдан 20 мың әскер Абылай жинап алады екен. Сол сияқты жаңағы рулар амалсыз өздеріне хан сайлап алды. Хан сайлап алу арқылы ол өздерін-өздері қорғау. Басқа жақтан көмек келгенше, орталықтан көмек келгенше, қазақтар жан-жақтан жиналып келгенше жау қарап тұрмайды, қырып жүреді. Мысалы үшін 1723 жылы жоңғарды шапқан кезде Садыр Матай дейді, Наймандардың руын түгел қырып жүрген деп айтады. Мысалы үшін. Сол кезде сондай қырылып кетуін сақтау үшін адамдар, ірі рулар амалсыз хан сайлайды. Сөйтіп соны маған топтасып, бұл сол алмағайып заманда, қиын заманда бұл өзі қорғау мәселесі екен, өмірлік. Өйткені бірден жинала қалып, жауға қарсы соғыса береді да, сөйтіп тұрған кезде көмек келеді. Оған дейін әрекет жасамаса халық қырылып кетеді. Өйткені өте қиын жағдай. Сондықтан жаңағы егер Әбілқайырдың да кіші хан болып кейін аға хандық ұмтылуы осы жағдай еді. Егер Әбілқайыр хан болса, біз мүмкін жоңғарды ол Цин империясымен келісіп, өйткені Әбілқайыр саясаткер ғой. Цин империясымен келісіп, ол жоңғарды жаңағы қатардан шығарып тастаушы еді. Ол жоңғарды қатардан шығарып тастағаннан кейін, мына жақта Ресей Федерациясы тұр. Жоқ, Ресей империясы тұр. Ресей империя болған. Мүмкін өйткені біз жоңғармен соғысып жатқан кезде Ресей империясы анау ертіс бойындағы Омбы, Железинск, Семей, Өскемен бекіністерін салып қойған 1720-дан. Біз мүмкін сол бекіністерді жойып кетер еді. Мүмкін қазақ ертістің ар жағына шығар еді. Ал орасан зор кеңістікке болсақ, біздің малымыз өседі, санымыз көбейеді. Және жайықтың бойында еділ қалмақтарында мәселесі шешілер. Мүмкін біз анау еділ қалмақтарын жойып, біз Қырым хандығымен, Осман империясының аумағына шығып кетермедік. Кім біледі? Шектесу мүмкін. Қырыммен шектесуіміз мүмкін. Ставрополь, қазір өлке бар ғой, Кубан даласы арқылы. Әлі ол кезде ноғайлар бар ғой. Үлкен кіші ноғайлы бар. Мен сонда халықаралық геосаяси аймақта басқаша тұрпатпен өтіреді. Мүмкін біз сол кезде Ресейдің экспансиясын біз мүмкін 50-60 жылға тоқтатар ма едік. Бұл да бір мүмкіншілік енді рас керек. Осы Аңырақай шайқастан кейінгі жаңағыдай саяси мәселелер Әбілқайыр ханның осы орталықтан өзінің кіші жүз хандығына жетуіне әсер етті ғой. Әсер етті. Сол жаққа барғаннан кейін мысалы ол кісінің Түркістанды астана етуге ұмтылысы, кіші жүз бен ұлы жүздің арасында үлкен байланыс орнатқысы келіп және үлкен сауда қатынастарын орнату жайында сол жайында сөз қозғасақ, ол жайында мысалы бір жан қалай дейсіз негізі? Бізде жаңағы Әбілқайырды айтқан кезде сол Ресейге бодандықты айтамыз, сосын хан болған дегенді айтамыз. Бір қарама-қайшы пікірде советтеп қалып кетеміз да. Ал енді осы неге дайындалу барысында біздің оқығанымыз бұрынғы жібек жолы деп айтса болатын шығар. Базар жолдарын ашқан, соны дамытқан, жаңағы Орынбор жәрмеңкесі, Түркістан жәрмеңкесі, Хиуа, Бұхара жәрмеңкесі деген сияқты. Енді қазіргі Қазақстанның экономикасының бір бөлігі осы жолда болып тұр ғой, Батыс Еуропа, Батыс Қытай деген негізгі бағытымыз бар. Енді қазір темір жол ол кезде осы сол қазіргі Қазақстанның экономикасын осыдан 300 жыл бұрын
Әбілқайыр хандар негізін қалап кеткен сияқты. Осы туралы кеңінен жаңағы сауда саттық жолдары және ол жерде енді көбіне бізден шикізат болған сияқты ол жерде тері, жүн, ет. Осы туралы кеңірек білсек, оқырмандарымыз білсе жаңағы сауда жолдары. Иә, 18 ғасырдан бастап негізгі әлемдік ірі сауда жолы трансатлантикалық аймаққа ауысып кетті. Кеме жолына. Өйткені Америка, оңтүстік Америка, солтүстік Америкаға ауысып кетті, трансатлантикалық бағытқа ауысып кетті. Сондықтан бұрын мысалы үшін Алтын Орданың кезінде, Қазақ хандығын құрылған кезде де әлі оңтүстік Америка, солтүстік Американы біз білмейтінбіз. Жалпы 1492 жылы ашты ғой Колумб. Бірақ оның өзінде де ол Американың ірі құрлығына жеткен жоқ. Куба, Гаити жаққа жетті. Жаңа құрлық екен, ол Үндістан деп атап кетті де. Кейін уже 200-300 жылдан кейін бұл жаққа сауда жолы ауысып кетті, трансатлантикалық. Бұрын енді барлық Үндістанға, Қытайға келу үшін қазақ жерін үстімен өтетін барлық керуендер, ол кезде солтүстік Америка жоқ, оңтүстік Америка жоқ, Австралия жоқ. Негізі қатынас жолы Үндістан мен Қытайға келеді, соны тек қана барлығы қазақ жерін басып өтетін. Сонда Ұлы Жібек жолы біз қазақ жері әлемдік өркениеттің негізгі транзиттік орталығы болдық. Бізде де өндіріс болды, өнеркәсіп дамып жатты, қалалар дамып жатты. Бірақ 18 ғасырда өзі мұндай сөздер бар екен. Ұрыс жанжал іздесең Түркістанға бар деп. Өйткені бізде сол кезде Түркістан аймағы деп атайды, бізде Түркістанбыз ба. Жалпы түрік халықтарының тұратын жері ғой. Бұл жерде үнемі соғыс жанжалдар болып кетті. Жоңғарлардың ұмтылуы, жаңағы шапқыншылықтар, бұл жердегі бүкіл сауда жолдарын күл-талқан қылды. Осы кезде күл-талқан болып құрыды бұл жер кәдімгідей. Жоңғарлардың соғыста Ұлы Жібек жолы толық қирады. Бұрынғы Самарқанд, Бұхара, Хиуа, Үндістанмен сауда саттық болып келген. Сол арқылы біз қазақтар Самарқандта, Ташкент Қазақ хандығының құрамында қала болды. Бұхарамен сауда саттық жақсы дамып келе жатты. Қазақтың хандары бұл қалаларды қамқорлыққа алып, сауданы дамытты. Өйткені қаланың басты дамуының негізгі көрсеткіші ол сауда. Жаңағы көшпенділер келемізде біз жүн, тері, ет, жаңағы өнеркәсіпке, өндіріске қажетті шикізатты біз беріп тұрдық. Соған сәйкес біз қажетті дүниелердің барлығын жаңа осы Самарқанд, Бұхара, Ташкент қалаларынан, Түркістан қалаларынан біз алдық. Сонда бұл өте біз сол заман тұрғыдан алған кезде сол өз заманның заманауи озық мемлекет есептеді қазақ хандығы. Өйткені технология да бар, сауда бар. Сол заман тұрғыдан алған кезде. Енді жоңғарлармен быт-шыт болғаннан кейін жаңа Әбілқайыр сауда керуендерін дамытуға аса қызықты. Өйткені Аңырақа шайқасынан кейін кәдімгі киім, мата мәселесі де күн тәртібінде өткір тұрды. Халық киіну керек қой, киім керек қой. Сондықтан Әбілқайыр хан Ресеймен жақындасуының өзі жаңағы Самарқанд, Бұхарадағы керуен жолдарын қалпына келтірмек болды. Және ол Әбілқайыр көбінесе осы кіші жүздің территориясынан өткенін қалады. Шында да бұл керуен жүріп тұрды. Кейін жаңа Әбілқайыр мен Барақтың арасында бір-біріне кек тұтылып, бір-біріне ең соңында Әбілқайырды Барақ өлтіреді ғой. Сол мәселеде сауда жолына байланысты екен. Жаңағы Хивадағы сауда жолының Әбілқайырдың бақылап отырғанына олардан наразы болған. Сонда жаңағы Әбілқайыр әрине ол барлық қазақ даласына оның ықпалы жүрген жоқ. Енді ол батыр ретінде, хан ретінде орта жүздің кейбір руларына Әбілқайырдың ықпалы болды. Керейлер, арғындармен белгілі бір дәрежеде араласты. Сонда Әбілқайыр өзінің ықпал аймағында керуен жолдарын қалпына келтірген болатын. Міне, сондықтан былай қараған кезде егер Әбілқайыр басқан болса, ол бүкіл қазақ даласында керуен жолын қалпына келтірер еді. Бірақ Әбілқайыр жаңағы тек қана Қазақстанның өзінің ықпал аймағында ғана керуен жолын дамытқан. Себебі Әбілқайырдың ішкі экономикаға келген кезде оның да мүмкіншілігі шектеулі болған. Халықаралық геосаяси жағдай, геоэкономикалық жағдай Әбілқайырдың қолын байлаған. Міне оның артында Әбілқайыр неге Ресейге ұмтылды, протекторатты Ресейдің қамқорлығына алуға ұмтылды? Бұл да жаңағы сауда керуенін дамыту және Ресейдің қамқорлығымен орта жүз бен ұлы жүзді өзінің хандардың өзіне бағындырып алу мәселесі де Әбілқайырдың саясаткер ретінде бір шешім болған екен. Ол осы. Алаш
731 жылы болған оқиға ғой. Иә. Ресей мен біздің қазақ тарихындағы ең бір елеулі жоңғар шапқыншылығының шабуыл бәсеңдеп, одан кейін Ресей империясымен қарым-қатынасты алғаш осы бастаған бізде Әбілқайыр хан. осы жайында мысалы Ресейдің не себепті Ресейді таңдады, тіпті бір көзқарастар бар, егер біз Қытайдың да бодандығын алуға қатысты да ойлар болған еді деген сияқты, осыған қатысты қалай дейсіз, не себепті осы Ресей таңдалды, Ресей мен Әбілқайырдың бұл жерде Әбілқайыр ханның жеке билігін күшейтіп қайтадан басқандыққа деген амбициясы ма, или немесе шынымен жаңағы сауда қатынастары дамыту арқылы қазақ жердің экономикалық жағдайын көтеру. Өйткені кейбір неге басқан болмады деген кезде кейбір айтылатын сыйлардың бірі ол кісінің жеке амбициясын жоғары қойды деген нәрсе айтылады. Бұл жерде енді әрине біз ол кезде Қытай емес, ол манжур циндер, манжур цин басшылар. Біз олардың бодандығын қабылдамаймыз, өйткені ол мүлде бөлек халық еді олар сол кезде. Олар жаңа жоңғармен соғысып жатқан болатын. Сондықтан біз Қытаймен шекара емес едік. Орта жоңғар тұрды. Ал мынау Ресей қазақ даласына жан-жақта біз жоңғарлармен соғысқанын пайдаланып, Ресей қазақ даласын жаулап алып келе жатқан болатын. Біз анау Алтын Орда заманынан бастап Ресейдің экспансиясы басталды, кейін Алтын Орда құлағаннан кейін 1452 жыл Қазан хандығын, 1552 жыл Қазан хандығын, 1556 жыл Астрахан хандығын, одан 16 ғасырдың 17 ғасырдың ортасында башқұрттарды бағындырды, былай айтқан кезде. Оларды шоқындыра бастады, қинап башқұрттарды, татарларды. Шоқын мұсылман дінінде қалған башқұрттарды өртеп жіберіп отырды, мысалы халықты қорқыту үшін. Сондай саясат жүргізіп жатты. Осының бәрін Әбілқайыр көріп біліп отыр. Екіншіден, Ресей таңдауының себебі, еділ қалмақтары Ресейдің қамқорлығында болып, қазақтарға шабуыл жасап жатқан. Сонда Әбілқайырдың саясаткер ретінде мүмкін қате, амбициясының жоғары қоюы, оның билік құмарлығы адамның бойында кемшілік көп болады негізінде. Кейбір оқиғалар, кейбір әрекеттер адамның кемшілігін көрсетпейді. Бұл кезде саясаткер ретінде келген кезде саясаткер жеке шешім қабылдайды ғой. Әбілқайырдың бұл кемшілігі болды. Мүмкін оның жеке амбициясы шығар. Ол бәрібір Ресейді көріп тұр. Сондықтан енді ол Ресейге елші жіберіп, Ресеймен келісіп, онымен тең дәрежеде одақ құрам деп ойлаған. Ал және ол бәрібір Ресей күшті мемлекет қой, Евразия құрлығындағы империя. Империяның қамқорлығын алам деген ой болды. Жаңа қамқорлық деген, жаңа Ресей маған сұраған әскерді беріп тұрады, мен өзі Ресейге сырттай бағыныштылығымды мойындаймын деген сияқты жағдай болған. Орта ғасырда болған, мысалы үшін. Мынау орта ғасырда мындай оқиғалар болған. Мынау қарлұқтар, қарахандар Саманилер әулетіне қарлұқтар жаңағы Селжұқ әулетіне бағынышты болды дейді. Қамқорлық жаңа Селжұқ артылан хан жаңа қарахандардың жаңа доминанты болып, жаңа соларға ішкісін араласпаған, бірақ сол Селжұқтардың қарахандар қамқорлығында болған. Сол кезде сол сарайға бағыныштылығын білдіру үшін жылына 4 дәнек сыпырғыш беріп тұрған дейді жаңағы. Ол айтқан кезде көп салықты емес, бірақ 4 дәнек сыпырғыш береді. Ол жаңағы Селжұқтардың билігін мойындау, басымдығын. Әбілқайырда мүмкін сондай ой болды жаңа. Ресей маған қамқор болады. Оған бағыныштылығын мойындаймын. Ол қазақтың ішкісіне араласпайды. Әскермен келіп басып алады деген сияқты ой Әбілқайырда болмаған. Өйткені бірінші Орынбор қаласы қазір қазақтар Ресейдің орыс кісісі бар, орыс сөзге салынған. Оны қазақтар жаман қала дейді кейін. Өртеніп кеткен жаман қала деп атаған. Кейін ол жерден Орынборға өседі. Осы Орынборды салуға да Әбілқайыр өтініш жасады деп айтады кейде Ресейге. Сол қалада отырып, жаңағы Ресейден әскер алып, қалған қазақтың орта жүзі мен ұлы жүзін бағындырып аламын деп. Сонда жаңа бұл саясаткер ретінде Әбілқайырдың қате шешімі деп айтуымызға болады. Семейде профессор Амантай Исин деген үлкен ғалым бар. Өте ірі ғалым. Осы 18 ғасырдың білгір маманы. Сол осыдан 15 шақты жыл бұрын Әбілқайырдың хатының түпнұсқасын аударды. Бұрын қате аударылып кеткен, қателікті түзетті. Сонда Әбілқайырдың бағынышты болам, қол астына кірем деген емес. Бодан, кімдер, еділ қалмақтар сияқты қамқор боламыз, қамқорлық, одақтастық деп көрсетілген екен. Әбілқайыр одақтастық, қамқорлық. Бірақ кейін ол өзгеріп кеткен.